Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тез әрі оңай дайындалатын өте дәмді фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және подписация батырмасын басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл салат үшін мен ең жіңішке фунчозаны алдым. Алдымен фунчозаны бір ыдысқа саламыз да, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып 7-8 минутқа бұқтырып аламыз. Ескеретініміз, фунчоза өте жіңішке болғандықтан, оның езіліп кетпеуін қадағалап отыруыңыз керек. Фунчоза әбден бұғып болғаннан кейін, оны ыстық судан сүзіп алып, суық мұздай суға бір өткізіп аламыз. Қоспасы үшін мен жартылай ащы бұрыш, кинза, сәбіз және бірнеше түс чеснок алдым. Сәбізді ең жіңішке өткіштен өткіземіз және басқаларын жіңішкелеп турап аламыз. Енді сәбіздің үстіне бір шай қасық куриный бульон дәмдеуішін салып, оны суы шығып әбден жұмсарғанға дейін қолымызбен жақсылап мыжимыз. Куриный бульон дәмдеуішін тұзбен алмастыруыңызға да болады. Енді сәбіздің үстіне бұрыштарымызды салып, оны да алақанымызбен аздап басамыз, қатты мыжымаймыз үгітіліп кетпеуі үшін. Бұқтырып дайындап алған фунчозамызды жеуге қолайлы болу үшін бірнеше рет пышақпенен кесеміз де, оның үстіне қоспаларымызды саламыз. Чеснокты ең үстіне саламыз және тұзын, басқа да дәмдеуіштерін қалауымызша қосамыз. Және бұл салаттың ең негізгі дәмдеуішінің бірі ол қара уксус болып табылады. Одан 3 шай қасықтай құямыз. Егер ащыны ұнататын болсаңыз, аздап ащы қызыл бұрыш ұнтағынан қосуыңызға болады. Дәмдеуіштердің бәрін салып болғаннан кейін, әбден қыздырылған мөлшермен 100-150 миллиграмдай сұйық майды чесноктың үстіне құямыз да, жақсылап тұрып осы қоспалардың бәрін араластырып аламыз. Бұл жерде менде диаметрі 20 сантиметрлік тарелкамен 5 тарелка салат шықты, ал сіз өз қалауыңызша қоспалардың мөлшерін көбейтіп немесе азайтып алуыңызға болады. Мінекей салатымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Рецепт ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және подписация батырмасын басып каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.